Қалайсыздар, достар? Бүгін сіздерге ордер блок және оның түрлерін түсіндіретін боламын. Көп адам ордер блокты дұрыс анықтай алмайды, және көбінесе mitigation блок, брекер блокты шатастырады. Енді rejection блокты шатастыру мүмкін емес, бірақ оны да кей жағдайда дұрыс анықтай бермейді. Бүгін бірінші ордер блоктан бастаймыз. Және оны қалай анықтау керек, қандай нәрсеге мән беру керек, не үшін ордер блоктар жарамды болады, жарамсыз болады. Көп адам ордер блокты мысалы бычий импульс болса, соның алдындағы кері қызыл свеч, мысалы бычий свечалар жасыл деп санасақ, сол бычий импульс басталған кездегі, жасыл свечалардың импульс басталған кездегі алғашқы қызыл свеча, соны ордер блок деп санайды, бірақ ол всегда олай бола бермейді. Сондықтан бүгін осы сабағымызда осылардың бәрін жіктеп анықтайтын боламыз. Яғни ордер блок Smart Money, ICT концепциялар жүйелерінің несі бұл. Яғни ордер блок деп атайтып тұрғандай, заказдар, тапсырыстар жинақталатын орын, яғни крупный капиталдың өзінің лимитін ордерларын жасыратын, яғни кейін қандай да бір ордер блок қалыптасса, крупный игрок өзі осы ордер блоктарға қайтып келуге тырысады. Бізге сол қайтып келуі және сол ордер блоктан реакция алу қасиетін пайдаланып, өзіміздің сетаптарымызға қолданамыз. Енді ордер блокты әліп түсіндірсек, ордер блоктың өзі бар бірінші. Мысалы, мына жерде міне ордер блок және оның бірінші ордер блок және брекер блок, mitigation блок. Осы үшін түсіндіріп берейік. Көп жағдайда шатастырады. Мысалы, қараңыздар, ордер блок осылай қалыптасады. Мына жерде бүйтіп түсіндіретін болсам, так, жерде міне слом болады. Сол кезде слом жасаған кезде мына жерде негізі ордер блок қалыптасады, міне көрсетіп тұрғандай. И кейін цена мына фитильмен болсын, кейін былай болсын, қайтып келіп мына ордер блокпен жұмыс жасауға келеді, Енді бұл жерде ордер блоктың бір несі бар, екі қызметі бар, екі функциясы бар, шарты бар, условиясы бар, чтобы ол ордер блок болу үшін. Ол әжеге бүйтіп түсіндіретін болсақ, мысалы ордер блок келе жатыр, структура бүйтіп келе жатқан кезде, мына жерде ликвидность, сыртқы ликвидность, RL немесе SSL ликвидность жиналады мына жерге. Соны фитильмен болсын, немен болсын алады да, кейін істейді. Мына жердегі неге, жаңа lower high ғой, мысалы swing high, осыған слом береді, дұрыс па? Бос. Яғни бірінші условиясы ол ликвидностьті шешу. Бірінші условиясы ликвидностьті шешу. Ол қандай да бір маңызды ликвидностьті шешу керек. Яғни ликвидностьті шешу керек, ол бірінші условиясы. Екінші условиясы сломды импульспен displacement деп айтамыз, негізі displacement. Яғни смещение. Яғни смещение деген бульдозер бір нәрсені итеріп тастамай ма бүйтіп. Сол сияқты мына жердегі ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін, мына жерде де ликвидностьтер болады, дұрыс па? Солардан кері қайтып кетпей, бұзып, мына жерде имбаланс қалдыру керек. Осы жерлерде имбаланс қалдырып, осындай мына жерде бүйтіп имбаланс қалдыру арқылы ол өзінің мына жердегі керек ликвидностьін алып, крупный капитал
разворотқа кеткенін көрсетеді. Мына жердің бәрін жұтады, былайша айтқанда. Үлкен капитал кіргенін көрсетеді. Свечалар погашение жасайды, былайша айтқанда. Оны СНРде жаңағыдай погашающий дейді, бірдеңе деп айтады дейді. Мысалы, мынау міне қызыл свеча ма? Қызыл свеча деп алайық. Келесі свеча. Оны жұту керек та, былай. Телосымен де жұту керек. Осылай. И міне фитилі мынаны алса да болады, немесе мынау алса да болады. Бір исторический ликвидностьпен жұмыс жасау керек, маңызды ликвидностьпен жұмыс жасау керек. Мына бір-бірін алған ол өте әлсіз болады. Даже мынау алса, мынау ордер болып кетті былай. А егер мынау алса, міне мынаны, онда ордер болып былай сылады, міне былай. Былай сылады. Жақсы ма? Осылай сылады. А егер мынау ұзынырақ болса, онда осыны целиком алады. Көп адам сосын шатасатын мынандай жағдайда. Допустим, вот жасыл свеча, да? Мен сразу немен жасайыншы. Мына жерге жоғарыда жасайын. Мысалы, вот импульс басталды. Е? Бүйтіп. Қандай да бір нені бүйтіп қызыл свеча келді де. Бір қызыл свеча бүйтіп келді. Содан мына жерден жабылды. Мына жерде бір так мына жерде мен өшіріп жіберейін. Қазір мен дұрыс апсайыншы. А то өтірік болып кетті ғой. Мынандай немен істейін, Так, мына неге? Мынау қазір бүйтейін, қараңыз. Мынау міне свеча, қызыл свеча. Осылай келді. Енді бұның жаңағы несі бар, фитилі бар деген сияқты ғой. Міне. Осы арадан алады да, келесі свеча ашылады. Мынаны осыны копировать ете қойын. Мына жерден бұлай ашылғаннан кейін ол бұлай не істеп бұлай болатын болса, мысалы міне мына арасын свип жасайтын болса, снимать ететін болса, сосын мына жақта маңызды ликвидностьті, мынау қызыл свеча болады уже. Жасыл свеча болады, допустим. Мынау жасыл свеча. Көп жағдайда айтады, мысалы, бір жасыл импульсінің алдындағы нені, мысалы, жасыл импульс кетті деге. Осыны дұрыстап түсініп алсаңыздар, міне, осылай кетті дейік. И так. Міне бүйтіп алайық. Енді қараңыз, міне. Мына жақта бір ликвидностьті шешті. Мына жасыл свеча. И сізге айтады көп жағдайда. Жасыл импульстың алдындағы қызыл свеча ордер болды деп санайды көбісі. Бірақ ол егер жасыл свеча бұл жерде бір мән беретін нәрсе, мына жақтағы ликвидностьті, маңызды ликвидностьті қай не шешті. Егер мынау шешкен болса, ордер блок осы болады. Оны бүйтіп аласыздар, ордер блокты. Бай. Түсіндіңіздер ме? Неге? Себебі мына жақта жаңа айттық қой. Бірінші условия ликвидті шешу керек. Және мынандай имбаланс қалдыру керек. Мынандай имбаланс қалдырып, міне осындай. Яғни бұл жерде имбаланс нені көрсетеді? Мына жерде ликвидность шешкеннен кейін үлкен қолдар
покупательдердің күші кіргенін көрсетеді да. Яғни заинтересован мына жердегі ликвидность жеткеннен кейін все, ол уже жоғары қарай заинтересован, чтобы тез кетіп қалуға, потому что мына жерден лонгистер кіретін болса, лонгқа ол лишний груз алады өзіне. Сондықтан тез ликвидность шешеді, өсіп кетуге тырысады, чтобы басқа адамдар кірмес үшін. Түсіндіңдер ғой? Егер көп адамға түсіндірген бойынша ордер блок жаңағы қызыл свеча деп алатын болса, даже мынандай жағдайда, онда сіз былай аласыз да, и сіздің ордер блок неңіз қалыңдығы ұзап кетеді, и сіздің сделкада ол ертең кері әсерін береді да, стоп-лосс қойғанда не істеген кезде. Сондықтан көп жағдайда мен осылай алған кезде көп адамдар түсінбейді, неге былай алып жатсыз деп шындай. Себебі ордер блоктың несі функциясы бірінші ликвидность шешу. Яғни ол қай, егер мынау шешкен болса, ликвидностьті осылай тұратын болса, мынау ордер блок болмайды уже, мынау ордер блок болмайды. Жақсы ма? Ой, не опыт. Ордер блок ол кезде мына жерден былай алады, былай. Түсіндіңіздер ғой? Потому что ликвидностьпен жұмыс жасаған осы. Осы нәрсені түсінгендеріңіз қазір графиктен де может көрсетіп қалармын. Екінші нәрсе міне displacement. Мына жерде мысалы мына жерде там бүйтіп фрактал болатын болса, мысалы там былай тұрға, былай осылай болатын болса, мысалы мынаған слом берген кезде ол displacement, яғни имбаланс қалдырып отырып сызу керек та, сындыру керек, имбаланс қалдырып отырып сындыру керек. Так, осы міне ордер блоктың несін анықтадық. Яғни екі несі бар, сапалы ордер блоктың, жарамды ордер блоктың несі. Ликвидность шешу керек и слом displacement бос, слом имбаланспен болу керек та. Кейбірде болады, мысалы сломды бұзу үшін бүйтіп қайтады, сосын бүйтіп барып әрем бұзады да. Ол кезде ол не болып, слом displacement болмайды, күшпен бұзылғаны көрінбейді да. Яғни ол жерде ордер блок слабый, бұзылып кету қаупі бар. Түсіндік қой? Ордер блок деген осы. Яғни ол ордер блок міне мысалы міне бүйтіп келеді да, міне мына жерде слом жасады, не істеді, мына жерде бос болды, мына жерде ликвидность шешті и дальше кетті. Мына жерде ордер блок қалыптасты. Так, кейін қарай бүйтіп не істейді, мына жерден ордер ликвидность шешеді, слом береді, мына жерден бос. И мына жерде ордер блок қалыптасады. Мына жерге келу мүмкін да, допустим, осыған. И осылай ордер блок всегда осылай қалдырып отырады. Міне ликвидность шешті, бос. И осылай жалғасып отырады, бір-бірін поддерживать етіп. И мына жерде көрсетілген міне ордер блоктың нағыз несі түрі. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде фитильмен алған сияқты келіп. Енді брекер блок дегеніміз, ол міне қараңыз. Міне слом жасайды, закреп береді, потом барып мына жерде ордер блок болады, мынандай, дәл осындай. Осындай ордер блоктың бұзылған түрі ғой. Бұзып кетеді. Бұзып кетіп кейін тест жасаған кезде ол уже как брекер блок болады да. Ордер блок уже переходит на ауысады, түрленеді, былайша айтқанда. Брекер атайды тұрғандай бұзылған ордер блок қой, бұзылған ордер блок. По сути, то же самое ордер блок просто бұзылып, кейін артынан кейінгі басқа жағынан келіп тест жасап тұр. И сонда да реакция беріп тұр да, көрдіңіз бе? И бұл жерде екінші нәрсе бар, міне mitigation блокпен көп шатасады. Міне мына жерде бүйтіп келіп слом болмай, міне көрдіңіз бе? Мына хайға слом бермей келіп бұзып жіберсе, мысалы міне көрдіңіз бе? Мынада слом болған, мынада слом болмаған. И сол кезде келіп бүйтіп мына хайдың бұзып келіп месейтін болса, ол mitigation блок болады. Ол бүйтіп келіп месейтін болса, тоже мына mitigation блок
Вот түсіндіңіздер ғой. Суть мына слом болды, слом болған жоқ. Хайда жаңартты, но хай жаңартқан жоқ. Көрдіңіздер ғой. Вот міне мына жерде де анық көрсетілген ордер блоктар. Тиіп алып кетеді, тиіп алып кетеді деген сияқты бүйтіп алып кетеді. Мына да сондай. Ордер блок. Ал мына жерде міне брекер блокта. Мына жерде слом болған, босс. Потом обратный сторону слом болған да, босс. И мына ордер блокты кейін артынан келіп тест жасап жатыр. Яғни мына жерде сол босс мына жағынан болады, и босс мына жағынан болады. Мына жерде ғой жаңағы. Мына жерде босс, мына жерде босс. Түсіндіңіздер ғой? Брекер блоктың разницасы mitigation блоктан. Mitigation блокта мына жерде слом болса, мына жерде слом берген жоқ. Көрдіңіздер ме? Жаңартқан жоқ. Келді де не істеп, мына жердегі ордер блокты бұзды да, артынан тест жасап кетіп жатыр. Мына жақта да сондай. Мына жақта хайын жаңартқан жоқ, мынандай бір хайды. Просто алып та, мына жағын бұзды да, мына жағын артынан келіп тест жасап жатыр. Ордер блок. Міне. Осыны mitigation блок дейді. Түсіндіңіздер, үшеуі. Брекер блоктың mitigation блоктың разницасын түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Яғни ең бірінші бұл mitigation блок болсын, брекер блок болсын, ол ордер блоктың несі, былайша айтқанда, туындысы, өзгерген түрі. Енді ал ордер блоктың өзін мына жерде түсіндірдік. Бірінші ликвидность шешу керек, сосын slom displacement. Мен тағы да не жібергем, негізі Telegram болсын, Telegram канал болсын, TikTok канал болсын, сол жерде ордер блоктың түрі туралы жақсы не салғам. Материалдар салғам. Енді rejection блокқа керек. Қазір енді осының бәрін бірінші өтіп алған соң неге келеміз? Графикке өтеміз. Мына жерде енді нені түсіндіріп өтейін. Rejection блок. Rejection блок деген мынандай. Бір қандай да бір маңызды зона бар. Сояққа келіп, содан реакция алып, үлкен фитиль қалдырған кезде, соны rejection блок. Reject деген тоже TikTokқа, Telegram каналдарға салдым. Нені осы туралы материалдарды. И сол жерде жақсы түсіндірген. Мысалы, мынау, допустим, вот қызыл свеча ма? Қызыл свечаны алайық. Жасыл свеча дейік. Жасыл свеча, көк свеча бола берсін. Түсінікті болса болды. Не? Так, міне. Келді. Мына жерде қандай да бір ликвидность бар. Мына жерде бір ликвидность бар. Келе ол. Окей, level. И келіп, мына жерде свеча жабылады, допустим, мына жерде open, да, жасыл болған үшін. Мына жерде close болған енді. Дұрыс па? Жабылды. Енді келесі свеча бізде мына жерден бүйтіп ашылады ғой, дұрыс па? Ашылады да, бүйтейінші, мен бүйтіп жақындатайыншы, чтоб ортасын көру үшін. Міне, мына жерден ашылады да, бүйтіп, міне, мына жерден ашылады, сені бірінші. Сөйтіп, жайлеп өседі. Сөйтіп, мына келуға келмей ма енді? Бүйтіп келеді, көрдіңіз ба? Енеді мүмкін дальше. А может ұшынан да, допустим, мына жерге келді деп есептейік. Сөйтеді да, не істейді? Кейін қарай қоя бастайды.
Неге? Потому что мына key level'дан өзінің керек ликвидностін алады, шешеді деген сияқты. Сөйтеді де былай келіп жабылады. Красный болып. Сол кезде оның барған жеріне андай фитиль қалдырады. Бүйтіп барады да, осылай жабылып қалды деп есептейік. Мына жерге дейін барды ғой да, допустим. Осылай барып, осылай келіп жабылып қалады. Яғни мына key level'ға келген кезде, ол может ұшынан реакциялап кетуі мүмкін, может былай мүмкін. Яғни мына жаққа дейін келеді сені, сосын оны отвергать етпейді, яғни қайтарып тастайды. Яғни reject қайтару ғой, бетін қайтару деген сияқты. Тез, яғни осы қысқа уақытта үлкен ұзын фитиль, яғни қысқа уақытта нацеленно барып, бір ликвидностьпен жұмыс жасап қайтып келгенін көрсетеді да, андай. Яғни ордер блоктарда всегда ликвидностьпен жұмыс істегенін, жұмыс жасау маңызды. Сол оның целі. Сол үшін ол ордер блок болады. Сол кезде мынау нацелен қысқа уақыттың ішінде тез барып, тез қайтып келуі, яғни оның бір қандай да бір ликвидностьпен жұмыс жасағанын көрсететін нацелені бар. Яғни бұл же нацелені жұмыс істесе, яғни оған тез барып, тез келсе, яғни үлкен қолдардың, крупный капиталдың іздерін көрсетеді да. Ал трейдинг білесіздер, ол крупный капиталмен рынокта крупный капитал и ритейл бар, талпа. Біздің мақсат, сіз рынокта ақша тапқыңыз келсе, ақша жоғалтқыңыз келсе, талпамен бірге жүресіз. Ақша тапқыңыз келсе, крупный капиталдың артынан жүресіз. Бұл мұхитта жаңағы нелер бар ғой, жаңағы акулалар всегда не істейді да, допустим, үлкен охоталар жасайды. Сол кезде оның жанында кішкентай балықтар жүреді, одан қалған шашыраған жаңағы нелерді жеп деген сияқты. Оларды акула жемейді, оған мән бермейді, потому что оның ондай несі де жоқ, маневріңіз жоқ ода. И біздің рыноктағы ақша тапқымыз келсе, крупный капиталдың іздерін анықтап, сонымен бірге жүру. Түсіндіңіздер? Сонымен бірге жүру, соның іздерін табу, и соның артынан кіру сделкаға. Себебі біз оған қарсы тұратын болсақ, біздің ешқашан депозитіміз жетпейді. Мынандай үлкен движение жасаған кезде біздің депозитімізді жұтып қояды. Егер сіз стоп-лосс қоймайтын болсаңыз, стоп-лосс қойсаңыз, стоп-лосс ұстап отырасыз постоянно. Ал сіз крупный капиталның іздерін іздейтін болсаңыз, осындай намерениесін көруіңіз керек. Импульстар, имбаланстар, осындай фитильдар тез барып, тез қайтып келген кезде ұзын фитиль қалдыруы, яғни осы свеча мысалы 4 сағаттық болса, 4 сағаттық ішінде тез барып, осыған тез қайтып келуі, яғни осыған барды, оны қайтарып тастады. Яғни мына жерде сыртқы күш, сатушылардың күші бар екенін көрсетеді. Яғни оған дейін барды, бір ақша құйып, ликвидностьпен жұмыс жасады, мына жерде стоп-лосстармен қаншама трейдерларды минусқа тықты, допустим, минус $100, минус $200 деп стоп-лосстар ұстады адамдар. Бәленбай миллиондаған адамдар, трейдерлар, соның ішінде адамдар дегенде минусқа кірді. Миллион адам, ойлап есептеңіз, миллион $200 $10 көбейткен кезде қаншама ақша мына жерде жаратты өзіне крупный капитал. И содан кейін резко кейін қарай кетіп қалды. Яғни мына нәрсе ол как раз rejection блок, сол күшті көрсететін. Яғни бұл rejection блокты біз кейін өзіміздің саудамызға жақсы қолдана аламыз. Осыны бүйтесіздер ме? Бүйтіп алып, бүйтіп не істейтін болсаңыз, осы ордер блок, rejection блок прозрачный қойып қойсам, осылай. Міне
rejection блок. Білмеймін қандай цветпен қоюға болады. Қандай цветпен қойсақ болады шығар. Да? Міне осы rejection блок. Яғни rejection блокта 50% жақсы key-level болады. Key-level. Сосын міне 0.75 жерде 0.25. Осылар мынау премиум зона болады. Премиум. Ну, дискаунт. Дискаунт. Ну, дискаунт зона, яғни жеңілдіктер зонасы. Но премиум зонасы. Егер сіз мынау медвежий имбаланс болса, rejection блок болса, сіз үшін мынау және мынау маңызды key-level болып саналады біздің торговляда. Егер ол астында болса, наоборот, бычий rejection блок болса, 50% пен 0.25 всегда маңызды болады. Алтында тексеріп көрсеңіздер болады, жақсы жұмыс жасайды rejection блоктар. Кейін цена келіп мына жерден былай жалғасып құлайды. Допустим, осылай құлап. Мынадан бүйтіп құлап барып, қайтадан өсіп, мына жерге бүйтіп тиеді, фук деп былай құлап кетеді. Яғни мына жерге барады. Сосын құлайды. Мына көрдіңіз, осылай құлап барып, бүйтіп қайтадан келеді. Міне. Яғни rejection блокты осы жерде мысалы 4 сағаттық не болса, rejection блок болса, осы жерде M15-тан, M5-тан точка TVH қарау болады. Мына жерге кіріп кету болады. Енді ол контекстіне қарау керек. Ол түсіну үшін айтылып жатыр. Сондықтан міне бүгін нені өттік? Order блок, breaker блок, mitigation блок және rejection блок. Енді соны рынокта анықтайық. Так. Енді қараңыз. Мына жерде мынандай нәрсені көрсек болады. 4 сағаттық свеча. 4 сағаттық свеча. 1 сағат қойсақшы. 4 сағат қойыш. Көрсетейік. Мысалы міне. Міне ликвидность тұр. Мынаған келіп жұмыс жасады. Одан кейін қайтадан келіп онымен жұмыс жасалған ликвидностьқа қайтадан пересеу жасады. Ликвидностьны шешті. Мына жерде шешіп көтеріліп қайтадан келіп шешті. Дұрыс па? Қайтадан келіп шешкен кезде, яғни ликвидностьпен жұмыс жасаңыз. Қай order блок ликвидностьпен жұмыс жасады, және ұзын свечасы. Міне, осы мына свеча. Осы свеча қара свеча. Бұл жерде қара свеча кәдімгі order блок. Енді істейміз біз. Осылай order блокты белгілейміз. Так, мына қазір мынаны алып тастайын. Міне. Order блок міне. Көрдіңіз? Және де мына жерде бірақ бір нәрсе бар. Объемный свеча кірді, слом берді міне мына жерге. Жақсы слом берді. Бірақ біз не көрмей тұрық? Міне, слом берді, бірақ мына жерде қыттай бір имбаланс бар. Оны жеткілікті. Бірақ біз көріп тұрық та, что үлкен объемдармен свеча кірген қыттай имбаланс бар. Яғни смещение болғанын көруге болады мына жерде. Келді, цена қайтып келді. Мына жерде қайтып келген мына жерде, міне, бір дейді, қайтадан келді. Қайтадан өсіп кетті. Мына жерден реакциялық ұшып кетті. Мысалы, енді грубо айтқанда, мысалы, мына ордер блоктан бүйтіп
енді грубо айтқанда бұл ешқандай сетап беретін нәрсе емес, просто түсінген. Ал сіз осы ордер блок дұрыс түсініп не істеп көретін болсаңыз, мысалы нешеде 5 AM-да 2-3 күндегі бір не сетап, 2-3 күндік бір свинг позиция сияқты. 3.83, яғни $100, міне 3.83 деп тұр. 3.83 RR деген сөз, яғни RR деген $100 рисковать етсеңіз, $383 пайда табар едіңіз осы сделкадан деген сияқты. Енді бұл группа, бұл жерде де кіруге болады. Дальше. Енді қараңыз. Мысалы, мына жерде де тоже осы ордер блоктан реакция алғаннан кейін тағы да ликвидность шешкен. Ликвидность шешкен, бұл жерде ордер блок мынау деп ойлайды көбісі. Негізі мынау соңғы несі, сол кезде біз бүйтіп аламыз. Бұлай алсақ та болады, телосымен де алуға болады негізі. Телосымен деген, көрсетем. Міне, мұнан үстінен аласыз, мұнан қара свечаның үстінен, қайсы ұзын свеча, соны астынан аласыз. Бет түсетін өзгерте қойыншы. Көп, міне, осылай. Көрдіңіздер ма? Ордер блок болады. Бұл ордер блок кейін жақсы реакция береді, мысалы. Қазір кетіп қалды енді. Немесе, мынаны бүйтіп телосынан алуға болады. Көрдіңіздер? Мұны погашать еткен, мына свеча погашать еткен. Келесі свеча оны түртіп, жұмыс жасап, ұшып кеткен. Ол жерде де болса, мына жерден не жасаған, мына ордер блокпен жұмыс жасағаннан кейін кіріп кетуге болады негізі бұл сделкаға. Бүйтіп, мысалы, кіретін болсаңыз, енді бұл группа айтып жатқан, бұл біздің жұмыс істейтін, біздің сетап қарайтын, бұл бұндай емес біздің неміз. Бұл өте үлкен ауқымды тема. Мына жерде просто түсінік үшін, мысалы, 10 RR, да, допустим. Мына хайға дейін алсақ, мысалы, міне. Қараңыз. Вот. 10 RR, да, мысалы, бір күн ішінде, қанша уақыт? Бір күн, 2 күн кетті деген өзінде, мысалы, 10 RR, $100 рисковать етсеңіз, $1000 пайда. Яғни, түсініңіздер ғой, дұрыс ордер блоктан анықтау, ордер блоктан реакция алған ордер блок арқылы кіру деген сияқты нәрселер бар да. Сондықтан бұл тақырыпты дұрыс анықтай, дұрыс түсіну керек. Қайта-қайта қараңыз видеоны. Яғни ордер блоктың бірінші несі функция, шарты, условиясы ликвидностьпен жұмыс жасау, яғни слом жасау, импульсивный слом жасау. Енді мына жерде импульсивный слом жасаған жоқ, мына жақта ғана жасады, мына жерде ғана. Мына жерде бірақ жасаған жоқ. Бірақ біз бұны неге кіре аламыз, потому что бұл астындағы ордер блокпен жұмыс жасап тұр да, соны реакция алып тұр. Сол жерде бір оқитын, бұл нәрсені түсінетін адамдар түсінеді, қалай подтверждение алу керек, не істеу керек деген сияқты. Рыноктың фракталдық несінің қасиетін пайдалану деген сияқты ғой нәрселерді қолдануға болады. Яғни ордер блокты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тағы не бар? Тағы аяқта бар ордер блок. Міне. Мысалы, мен ордер блокпен жұмыс жасады. Не орды өшірмесем, дұрыс сызбайды. Көрдіңіз? Прям келді, түртті. Мына жерде түртті негізі. Түртті де астыға реакция алып кетті. Көрдіңіздер ме? Ордер блок реактан ликвидностьпен жұмыс жасады. Sweep right болсын, ликвидностьпен жұмыс жасады. Мына жақта слом берді. Мынаған есептеу болады, мынаған есептеу болады. Бос. Слом берді, имбаланс қалдырды, сөйтеді, қайтып кетті, тест жасады, ұшып кетті. Мына жерде де сондай. Мынау имбаланспен жұмыс жасаған үшін, ол да бір ликвидностьпен жұмыс жасаған болып саналады.
мына жерде бүйтіп былай алуға да болады мына ордер блокты. Келесі не істегеннен кейін погашение жасағаннан кейін мына свитча түртіп кетті. Міне көрдіңіз бе? Түртіп алып кетті ордер блокты. Былай да алуға болады мысалы. Мына свитчаға да бүйтіп. Көрдіңіз бе? Енді сіз білесіз, ликвидностьпен жұмыс жасаған мына свитча екен. Ол кішкентай свитча болып тұр, яғни сондықтан осыны ордер блок деп аласыз. Так, осылай логикасын түсінсеңіз іздей бере аласыз. Енді біз сізге мына жерде как раз не тұр екен, ликвидностьпен жұмыс жасаған rejection блок тұр екен, соны көрсетіп кетейін деп шештім. Міне ликвидностьпен жұмыс жасады. И мына жерде rejection блок қалыптасты. Бүйтіп алайықшы, rejection блок. Сөйтті де кейін мына свитчалар кірді де, даже SRT қалдырып кетті. SRT жасап, осы жерден тамаша сделкаға кіруге болады, мысалы түсінсеңіз. SRT ол қалай жерде деген енді кіріп дальше кірсеңіз, мысалы мына жерден уже мына жаққа реакция алды и мына жерде жабылды. Rejection блок болды бізде. Еще 4 сағаттық па? RB 4H. Міне. И кейін қарасаңыз да, міне. Көрдіңіз бе? Мына 50% мен жұмыс жасаған. Кейін бұны да ордер блок, rejection блок деп алуға болады. Көрдіңіз бе? Потому что мен мынаған закреп бере алған жоқ. Свип жасап, мына жерге. Еще мына жақта келе мен жұмыс жасап 50%. И мына кейін ашылды да, мына жерде 50%-ден келіп жұмыс жасап, мына жерде даже мына жерде бір четко келіп 50%-ке тиіп барып ұшып кетті. Бұл темалар жақсы түсініп алсаңыз, сіздерге рыноктен көп возможностьтар береді. Міне rejection блок түсіндірдім, ордер блок түсіндірдім. Енді так. Брекер блокты мына жерден қарсаңыз барады. Міне мынау мен слом берді ғой, негізі бос. Астан слом берді. И мына жерде мынаны ордер блок деп алсаңыз, тест жасап жатыр, келді де қайтадан тест жасады. Қалай болады так? Былай алсаңыз болады. Бұл жерде шамалы. Келді. Бұл жерде ордер блокпен жұмыс жасап жатыр негізі, шамалы кейін кіремейді. Так, қарай келді историядан 4 сағаттық. Так. Идеальный брекер блок деген темаларды түсіндіретін қандай не бар. Енді график жаңағыдай идеальный бола бермейді, андай логика бұл жерде. Андай сыз қойғандай бола бермейді. Так, міне қараңыз, мына жерде мынау слом берді. Так. Қалай так, слом берді. Мына жерде мынау кейін қарай слом берді. Мына жерде ордер блок деп алсақ, былай.
міне слом берді, кейін қарай слом берді міне. И мынаны бұзып барып, мына жерден берді, мына жерден слом берді, міне бұзып, бос слом беріп, кейін қарай келіп, мына тіс жасап кетіп баратыр. Бұны білмей бір жасыл деп алайық. Бұл бізде брекер блок. Так, 4 сағаттық па? 4 сағаттық. Осылай алсақ болады. Так, осылай ма? Енді қараңыз. Сөйтіп келген кезде келді де қайтадан реакция алып, мына жерді бұзды ғой. Бірақ мына жақта бұзған жоқ. Яғни по тренду міне ордер блокпен жұмыс жасап жатыр ғой. Мынау кейін қарай коррекция берген ордер блок қой, былайша айтқанда. Соны бұзып, қайтадан келіп тест жасап жатқан кезде, бұны біз фиолетовый алайық. Бұл mitigation блок бізде. Бұзды, закреп жасады, тест жасады. И бұл бізде mitigation блок дейді. 4 сағаттық. Қысылмай? И осындай мысалдар логикасын жаңағы картинкада көргенде түсініп алсаңыз, екеуінің разницасын қатты қиын болмайды. И көбірек практика жасау. Яғни графикті ашасыз да, істеп көресіз. Ничего страшного, қателесесіз да. Сабақты қайтадан қарайсыз, істеп көресіз, сөйтіп үйренесіз жайлап. Потом уже насмотренность пайда болады. Потом түсінесіз уже ордер блок түрлері, не только ордер блок, mitigation блок, брекер блок, rejection блок, әлде де неше түрлі propulsion блок, көп блоктар. Хотя осы блоктарды түсініп алсаңыз, өте көптеген рынок возможность береді. Әсіресе rejection блок рынокта өте көп. Міне қараңыз, потому что ол мынандай ұзын фитиль қалдыру, ол крупный игроктың ликвидностьпен жасаудың, тез жұмыс жасаудың, яғни потому что асықпай баратын болса ликвидность қашып кетеді ғой. Стоп минуспен, без убытокпен шығып кетеді, кішкентай пайдамен шығып кетеді. Стоптарын бермеуге тырысады. Сондықтан ол тез осындай тез барып снимать етпесе ликвидностьті үлкен жылдамдықпен. Ритейл есін бір басқа нәрсемен алаңдап отқан тез барып шешуді, ол крупняктың әдісі. Сондықтан rejection блок өте көп қолданылады, көп рынокта туындайды, яғни рынокта болады. Яғни крупный игрок фитиль қалдыру арқылы ликвидностьпен жұмыс жасайды, яғни ол ізін қалдырып отырады. Яғни rejection блок арқылы біз оның іздерін көре аламыз крупный игроктың. И көп жағдайда rejection блок жақсы жұмыс жасайды, реакция береді. Сол бүгінге осы тақырып, бұл енді общий жасалып жатқан видео.